Саламатсыздар ма, балалар? Суретте кімнің портретін көріп тұрсыздар? Бұл кім? Дұрыс, Талғат Мұсабаев. Ендеше балалар, сабағымызды Тұманбай Молдағалиевтің өлеңімен бастаймыз. Тұманбай Молдағалиев: ұшқыш болам. Көкке ұшамын, ұшқыш болар баламын. Соңына ерем Мұсабаевтай ағаның. Батыр болам, көк аспанды сүйемін. Жұлдыздарға барып келіп жүремін. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін сәуірдің 13-і. Тақырып: Талғат Мұсабаев. Бүгін сен Талғат Мұсабаев туралы мәлімет аласың. Мәнде сөздерді іздеп табуға үйренесің. Жаңа сөздермен танысасың. Ендеше балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Ғарышкер, әуе, көк, құпия, жымыңдау. Дәптерімізді ашып жазамыз. Пешім: ғарышкер, әуе, көк, құпия, жымыңдау. Ғарышкер, әуе, көк, құпия, жымыңдау. Запомните, ребята, әуе, көк сөздері синоним, мәндес сөздер. Жазып болдық па? Продолжаем урок. Есте сақта. Сөз, слово, сөз тіркесі, словосочетание. Мысалы, жұлдыз, жарық жұлдыз, жарқыраған жұлдыз, жақын жұлдыз, алыс жұлдыз, кішкентай жұлдыз, үлкен жұлдыз, құпия жұлдыз, сиқырлы жұлдыз, танымал жұлдыз, белгісіз жұлдыз, жымыңдаған жұлдыз. Түсіндік пе? Яғни бір сөздің алдына сын есім қойсақ, прилагательный, бізде сөз тіркесі пайда болады, словосочетание. Өте жақсы. Енді бірінші тапсырма. Берілген сөздермен 3 сөз тіркесін құрап жаз. Жұлдыз, әуе, кеме. Вы должны составить 3 словосочетания. Келесі тапсырма. Мәтінді түсініп оқимыз. Бірінші мен оқимын, содан соң видеоны паузаға қойып, сендер оқисыңдар. Талғат Мұсабаев қазақтың екінші, әлемнің 309-шы ғарышкері. Ол бір ай ішінде 5 рет 30 сағат 8 минут ашық ғарышта болған сапары үшін Гиннестің рекордтар кітабына енген. 2001 жылғы сапарында Талғат алғашқы ғарышкер турист Денис Титомен бірге ұшады. Ғарышта Титоның денсаулығы нашарлап, оған екпе салады. Екпе у нас укол. Станцияда басын жаралап алған кезде емдеп тігеді. Осыдан кейін Талғат Мұсабаев ғарышкерлер арасында ғарыш хирургы деген атқа ие болады. Ашық ғарышқа шыққанда кемеге бекітетін тетік ажырап кетеді. Кемеден алыстай түсіп, енді оралмастай болған жағдайда таң ғажайып күш оны құтқарып қалады. Солайша ғарышкер аман қалады. Видеоны паузаға қойып, мәтінді өзіміз оқимыз. Екінші тапсырма. Мәтін бойынша сұрақ құрастыр. Үлгі, образец. Талғат Мұсабаев кім? Теперь вы должны сами составить вопрос.
Үшінші тапсырма. Мәндес сөздерді, яғни синонимдерді тап. Көк, батыл, құпия, жымыңдау. 4 сөз, екінші жағында 4 синоним сөздері жазылған. Вы должны найти, соединить их. Түсінікті. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ бойынша енді үй тапсырмасы. Видеороликте берілген барлық тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp желісі арқылы жібер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.